Сәлеметсіздер ме достар? Мен бүгін WebMoney арқылы Alipay'ге қалай ақша саламыз, соны көрсететін боламын. Ол үшін WebMoney'ге кіреміз. Мен WebMoney'дің регистрация бәрін өтіп қойғам. VMZ сатып алдым. 50 мыңға VMZ сатып алдым. Енді соған заявка өзім жасайтын боламын. Сіздерге үйретемін. Пополнитті басасыздар. Exchanger Money'ді басамыз. Кейін все варианты дегенді басамыз. Енді екіншісінде тұрған электронный деньгені басамыз. Сол арқылы кіреміз. Енді Alipay'ді қойып аламыз. VMZ, бізде VMZ болғандықтан VMZ кейін юанмен тұрады. Енді бұл жерде менде қазір 123 VMZ бар. Соны көреміз, қазір қанша болып жатқаны. Бірінші покупкадан көресіздер, 123 деп қоясыздар. Қанша келеді? Бұл жерде 124-те 741 келеді екен юань. Енді продажада қанша болып жатыр, соны да көреміз. Екеуі екі түрлі шығады негізі. Бұл жерде 720. Біз өз негізі осы продажа жасаймыз, VMZ-ны сатамыз, юань сатып аламыз да орнына. Енді біз арзандау сатып алу үшін өзіміз заявка жасаймыз. Бұл жерде мысалы бізге қымбаттау түседі. Мысалы 720 береді екен. Санап көрейік. 50 мыңды бөлесіз 720-ға. 50 мыңды бөлеміз 720-ға. 69-да 4 шығады екен. Курс сондай болып тұр. Енді бұл жерде өзіміз жасасақ, одан да аз істеуімізге болады. Мысалы, мен қазір бірінші заявкам бойынша 780-ге жібергем. Ол қазір бізде бөліп көресіздер. 780-ге, сонда 64-тен түседі. Қазір өзімізде юань 64-65 болып жатыр Қазақстанда. Енді қазір жасаймыз. Бұл үшін біз продать на своих условиях дейміз. Біз сатып жатырмыз ғой. Сол үшін басамыз. Енді бізде қанша бар VMZ, соны жазамыз. Мысалы, менде 120 деп жазам. Себебі комиссияда алынады оған. Сол үшін сәл азырақ жаза бересіздер. Өзіңізде барынан аз жазасыздар. Сізге 715 теңге береді екен. Оны көбейтсеңіздер болады. Мысалы, 85 дейін. Сонда 785 береді бізге. Кейін өзіңіздің Alipay аккаунтыңызды жазасыз. 8-бен жазылмайды, 7-мен жазылады. Плюста ештеңе қойылмайды. 7, кейін сызықша өзіңіз номеріңіз жазасыз. Кейін Alipay'ге қандай тіркелген сөйтіп жазасыз. Английскиймен. Қате жазып қоймаңыздар. Енді подать заявка дейсіз. Да деп қаш шығады. Осылардың ішінен таңдасаңыздар болады деп жатыр бұл. Енді біз өзіміздікін жасап жатырмыз. Заявка бердім. Заявка деп, успешно деп, заявка успешно создана дейді. Енді оны вернуться списке кіресіздерді, оны көресіздер. Оны төбеден көресіздер.
іздегенде 120. Мен қазір 120 мен қойдым ғой. Сол шығады. Не шығып тұр? Міне 85 деп шығып тұр. Менікі. Сөйтіп заявка берсеңіздер болады. Бұл жерде қалаған сомаларыңызға бере бересіздер. Бірінші покупканы көріп аласыздар. Кейін астындағы продажаны да көріп аласыздар. Соған қарай бересіздер. Кейін осы жерде қараңыздар. Сіздерден басқа адамдар бергендеріне қарай сәл азырақ бере бересіздер. Мысалы, 118-ге 789 сұраған, юань сұраған. Мен одан азырақ істедім. Сонда басына шығып тұрады. Сізге контрагент тез табылады. Мысалы, 10 минут ішінде табылуы мүмкін. Немесе 1 сағат, 1 күн, 2-3 күн күтулеріңіз де мүмкін. Енді әр түрлі болып тұрады ол.